Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Айдос, сол баяғы Айдос. Бүгін біз ақпараттық шығарылым тағы жалғастыратын боламыз. Бүгінгі шығарылым нөмірі 22-ші Қызылорда Семей пойызы хабарлап отыр. Қазір екінші жолға келеді. Яғни оңтүстікпен айтыласын. Все, смело. Понятно. Ал Қызылорда Семей пойызы бірі білсе бірі білмейді. Ол Қазақстанның оңтүстігі мен шығысын байланыстыратын жалғыз пойыз. Яғни шығыс Қазақстанның өңірі мен оңтүстікті байланыстыратын жалғыз пойыз. Басқа пойыздар жоқ. Одан басқа Түркістаннан шығысқа қатынайтын жалғыз бағыт. Ол пойыз жайлы енді қазір толығын айтам. Бірінші пойыз келсін. Бірінші жолда Маңғыстаудың пойызы. Яғни Қазақстанда ең атақты пойыз деген шығарылымды көрген боласыздар. Айтып болсын. Қазақстандағы ең атақты пойыз деген шығарылымды көрген болатынсыздар. Сол шығарылымда мен бұл пойыз жайлы айтқан болатынмын. Вагондарда демі. Бірақ бұл құрамның барлығында да ресейлік вагондар бар деп айта алмаймын. Неге көріп отырсыздар, ескі вагондарда жүр. Построен ГДР 1993 деген жазуы бар. Көріп қойдым. Германиядан келген вагондар ғой. Ескілеу енді қазірге қарағанда. Бірақ бұлар да қызметке жарайды. Қазір жүретін болады. Сіздер көрген шығарылымда бұл пойыздың Алматыдан Маңғыстауға баратқан кезінде көрдіңіздер. Қазір бұл пойыз қазір кеш болды бізде, түн болып қалды. Маңғыстаудан Алматыға қайтып жатыр. Жолаушылар өте көп. Жарайды, сақтаймыз. Жалпы сіздер өткендегі Орал жайлы шығарылымды көрген болатынсыздар. Орал жайлы шығарылым негізі бүгін түсірілді. Жаңа жарты сағат бұрын ғана кетті ол пойыз. Ол пойызды көрмегендер болса көріңіздер. Негізі екеуі бір күнде түсірілген. Бірақ мен арасын сәл ашып, арасынан 2 күн созып, 2 күн асыра, 2 күн өте шығарып отырмын. Сол себепті ол шығарылымды көрмесеңіздер көріңіздер. Қазір біздің құрамда кеп қалды. Екінші жолға келеді деген. Сол шығарылымды айтарымды айтқам негізі күн суық екен. Жүріп жатыр. Қазір жүреді. О, кого же этот? Мне, уважаемые пассажиры. Сообщение. Маңғыстау, Алматы. Ал Семейдің пойызы да келді. Ал біздің Т-33А. Біздің тепловоз. Отандық. Некей? Қызылорда Семей. Қазір бұл құрамның вагондарын жайлы да барлық ақпаратты айтам. Соңына дейін көреміз. Лайк, комментарий, өз ойларымызды жазамыз. Айтпақса өткенде бір оқырманым Шымкент Семей пойызын түсіріңізші деп сұраған болатын. Сол оқырманымның сұрауы бойынша да түсіріп жатырмын. Егер де сіздерді өздеріңіз бір пойыз жайлы білгілеріңіз кеп, сол пойыз жайлы ақпарат және сол пойыздың сыртын ішін көргілеріңіз келсе,
комментарийге жазыңыздар. Мен ішін сұрамасам да сыртын міндетті түрде түсіріп, ақпараттық видео түсіріп бере аламын. Қолымнан келгенше барлығын жасаймын. Сол себепті оқырманның жазғанына орай Қызылорда Семей пойызы. Яғни Шымкент Семей. Шымкенттен Семейге барады. Қызылордадан шықты. Пойыздың бағытын егер дұрыс көрсетамасам, пойыздың бағыты комментте, описаниеда болады. Яғни бейненің түсіндірмесінде болады. Қазір соңғы вагоннан бастап сіздерге көрсетем. Бейненің описаниясы дейді. Описания қазақшасын түсіндірме ғой. Бейненің түсіндірмесіне мен осы пойыздың жүру уақытын, билет бағасын барлығын көрсетіп қоямын. Енді өкінішке орай қазір пойыздың тоқтайтын станциялары, билет бағасы бәрін көрсетейін десем, мүмкіндік болмады енді. Соның ішінде суық, қолымда өсіп қалды. Бағанан бері жүрмін. Қазір вагондар жайлы бәрін айтатын болам. Соңғы вагонға барайық. Өткенде Маңғыстаудың Талгош жайлы шыққан шығарылым кезінде мен сіздерге айтқан болатын, Түркістан Алматыға қатынайтын пойыздардың ішінде ең арзаны осы деп. 5000 теңге ма? Қателеспесем сондай болып еді. Жуықта басақ. Ал бірінші жолдан Маңғыстау жүріп жатыр. Яғни ең арзаны осы. Сіздер қыстың осындай суық күнде автобуспен немесе ұшақпен барғаннан гөрі осы тиімді 5000 теңгемен Түркістаннан Алматыға. Автобустар қымбат қазірдің өзінде. Бәрі қымбаттап отыр ғой. Бірақ бұның бағасы тиімді. Соңғы вагон бізде ескі вагон екен. Қазір көрсетейін. Бұл пойызға енді мінетіндердің көбісі енді Алматыға баратындар. Шығыс жаққа енді білмеймін, көп адам бармайды бұл жақтан. Барады ғой енді. Сұраныс бар ғой. Сонда да бұл пойызға мінетіндердің көбісі Алматыға баратындар. Неге бірінші жолдан Маңғыстау пойыз жүріп жатыр. Ал Маңғыстау. Жолдарыңыз болсын. Маңғыстауға жалынды сәлем. Қызылордаға, Семейге, Алматыға бәріне жалынды сәлем. Ал мінекей бізде ең соңғы вагон. Бұл вагон бізде ескі ресейлік вагон. Ескі емес. Кәдімгі ескі екен. Бірақ сыртын бояп, жөндеуден өткізгені көрініп тұр. Германиялық вагон қателеспесем. Амфельдорф бет, сондай аттары олардың. СССР-дің кезінде, СССР-дің кейін шыққан вагондар бұлар. Біздің қолданысымызды әлі күнге дейін жүр. Осы жайлы өте жаман сындар өте көп. Сонда да бұл пойыздар темір жолдан біздің жолаушы тасымалынан әлі алып тасталған жоқ. Ресейде де бар негізі бұндай вагондар, ескі вагондар. СССР-дің кезінен қалған вагондар. Енді сұранысқа жақсы күтілгендері енді әлі күнге дейін қатынайды. Мінекей сіздер қазір міне алдыңызда көріп тұрған бұл украиналық вагондар. Украина өздері вагон шығарады. Крюков заводы деген білесіздер. Твердімен салыстырмаңыздар. Твер вагон жасау заводымен салыстырмаңыздар. Крюков вагон жасау заводынан осындай вагондар шығады. Дәл осындай вагондар біздің Қазақстандағы ең танымал пойыз. Жалпы ең комфортты пойыз деп айтсақ болады. Алматыдан Астанаға нөмір 9, нөмір 10 бәйтерек пойызында да осындай вагондар. Бәйтерек пойыздың Астанада жүрген болатын. Ол жайлы бейнеге анада бар, көріп біле аласыздар. Бәйтеректі құрамында да осындай вагондар. Ой, телефон не отыр. Нормально. Бәйтеректің құрамында да осындай вагондар. Бұл вагондар өте, қалай айтсам болады, қолайлы. Яғни қолайлылықтың максимал деңгейі десем де болады. Кәдімгі іші тәлгі сияқты. Іші кәдімгі таза, күшті да. Ана ескі бір немістің вагондарына қарағанда, мынау кәдімгідей бір андай күшті әсер береді адамға ше. Мен өзім бұндай вагондармен саяхат жасамағам, бірақ ішінде болғам. Өзім бұл вагондарға деген ойым өте ерекше. Бірақ тәлгіға жетпейді. Тальгоның вагондары, одан кейін ресейлік вагондар, қытайлық вагондардан кейін осы вагондардың атмосферасы ерекше. Сол себепті бұл вагондарға да билет алуға кеңес берем. Жалпы Алматы қаласына барсаңыздар,
мынау қателеспесем штаб вагон сияқты. Штаб вагон дегенде мен кіріп көрмегем. Сыртыда негізі қатты кір емес. Сыртынан негізі сайтатындар көп біздің пойыздардың ше. Енді бізде көмір жағады ғой. Ал жаз айларында бұлар көмір жақпағасын, сырты тап-таза әдемі болып тұрады. Жұрттар айтады да, біздікі лас, қарамайды дейді. Қыста көмір жаққасын әрине сырты осындай не болып қалады, ластанады. Көмір жағады, сосын ғой. Осы сырты лас болмас үшін андай құрамда шығару керек та, андай генератор вагонмен жүретін құрам шығару керек та, тальгонгіндей, қытайлық вагондарды сияқты. Сол себепті бізде ондай сыртына қарап. Айызым кеттім ғой. Пойыздың келу уақыты қысқартылғандықтан айтып жатыр. Сол себепті бұл пойыз көп тұрмайды. Мен де видеоны ұзаққа созбаймын. Қазір тез түсіріп қоштасатын боламын. Мен де видео түсіру уақытын қысқартамын. Ауа райының қолайсыздығына байланысты. Кәдімгідей қолым өсіп жатыр. Құрметті көрермендер, көп нәрсе айтқым келіп тұр, әрине, бірақ қолым өсіп қалды кәдімгідей. Сыртына сын айтпаңыздар. Сырты өте әдемі. Қайта Қазақстан темір жолына рахмет, бізге осындай керемет вагондар ұсынып жатқан. Алпы. Құдайға шүкір, жоқтан жақсы қайта. Пойыз жоқта елдер бар мысалы, бізде қайта дамыған. Европамен салыстырмай-ақ қояйық. Бірақ өзімізбен деңгейлес елдерге салыстырсақ, бізде кәдімгідей пойыздарымыз дамыған. Бар тальгомыз бар. Пойыздың қанша күн, қанша уақыт жүретінін барлығын түсіндірмей қалдырам. Сіздерге тек пойыздың сыртын, вагондарын. Және вокзалдың атмосферасын көрсетем сіздерге. Ақпаратты түсіндірмеге жазып қоям. Внимание, будьте осторожны, по пути отправляется скорый поезд номер 22 с сообщением Кызылорда-Семей. При отправлении поезда будьте осторожны. Сақ болыңыздар, номер 22 Кызылорда-Семей поезы 2-ші жолдан келеді. Сақ болыңыздар. Бұл пойыз Қазақстан темір жолына қарайды. Ё-моё. Сөзін ұмытып қалдым, суықтан. Түркістан жақ суық болып отыр қазір. Шымкент жақ Түркістан. Бұл пойыз Қазақстан темір жолаушылар тасымалына қарайды. Өзім негізі не үшін айттым? Негізі кішкентайлау кезінде ойлайтын тұғым, бұл пойыз жекеменшік компанияға қарайды деп. Вагондар ерекшелеу болғасын айтатын. Сәл ерекшелік бар вагондарында ше бұлардың. Сөйтіп айтатын, сөйтіп ойлайтын тұғым бұрындары. Бірақ кейіннен түсіндім, бұл Қазақстан темір жолына қарайтын, бірақ вагондар өте ерекше. Кәдімгі бір жекеменшік компанияның вагондары сияқты да. Украиналық вагондарға қарап айтқаным ғой енді ол кезде. Ойлайтын, Украиналық вагондар ең жоғарғы деңгейдегі вагондар. Оларды қтж-да аз, тек бәйтерек пойызында бар. Ал бұл негізі жекеменшік компанияның меншігіндегі пойыз деп кейіннен білдім. Қызылорда-Семей пойызы. Әйтеуір мен білетін Қызылордадан шығатын пойыздардың көбісі сол жекеменшік компанияға қарайтын. Номадас, Арлан Транс, Астана. Бірақ Қазақстан темір жолына қарайтын пойыз бар екен. Қызылордадан шығатын. Ал қазір біздің құрам жүреді. Жалпы Қызылорда-Семей пойызына баға берсек, максималды баға бергім кеп тұр. Мына енді суық күнде осындай жылы вагонмен өзіңіздің деген жеріңізге жылылықпен, жайлылықпен жеткенге не жетсін. Сол себепті вагондардың көмір жаққанына қарамастан, құрамның кешікпеуіне қарамастан, бұл пойызға жоғарғы баға қойылып кеп тұр. Өте жылы, жайлы, арзан. Сол себепті неге бұл пойызға минус айтамыз? Минус жоқ деп ойлаймын. Сыртынан кіріп тұрғанына мән бермей қойыңыздаршы, өтініш. Бұл көмір жаққасын, сондай болып тұр. Бұлайша бұл вагондар, жалпы құрамның вагондары
басқа пойызға қарағанда ерекше. Мысалы басқа пойыздарға қарасақ, ондай украиналық вагондар барлық пойызбен қамтылмаған ғой. Мысалы өткендегі Маңғыстаудың құрамында бар шығар, бірақ 2-3 дана ғана бар. Бәйтеректің енді толық құрамында бар, Өскеменнің құрамында бар. Басқа құрамдарда 17-38 Маңғыстау Нұр-Сұлтан бағытында да осындай вагондар бар. Қалған бағыттарда мен мұндай вагондар көрмедім. Яғни украиналық вагондарды негізі көп кездестіре бермейміз. Мына Ресейден Кеңес одағы кезінен қалып кеткен вагондар көп жиі көреміз. Сосын біздің неде санамызды істеліп қалыптасқан Қазақстан темір жолының пойыздары онша емес, Қазақстан темір жолының вагондары андай мұндай деп. Біз негізі ондай кезеңнен шықтық. Біздің темір жолымыздың сапасы шетелдермен салыстырғанда кәдімгідей бір шетел болғанда өзіміздің деңгейлес елдермен салыстырғанда кәдімгідей беделді. Мен барымды айтып жатырмын. Жалпы сын айтушыларға, мін тағушыларға айтып жатқаным, мен де өзім пойызбен көп жүрмесем де, пойыздан біраз хабарым бар. Қазақстан темір жолы жайлы. Жалпы темір жолға қызығам. Солай, вокзалда адам қалмай десек те болады. Жаңа вокзалдың ішіне кіргем, сөйтсем адамдар өте көп. Ол бір пойыздың ғана адамдары ма десем, 3 па пойыздың адамдары вокзалда жиналып отыр екен. Енді пойыздың бәрі суыққа байланысты, кешігіп келуіне байланысты жолаушыларды көп күтіп қалып жатыр. Сосын вокзалда көп адам жиналып қалды да. 3 па пойыздың адамдары. 4 пойыздың адамдары жиналып қалды, короче. Атырау, Орал, Маңғыстау, Қызылорда. Төрт пойыз Алматыға барады ғой. Алматының Қазақстандағы маңызын осыны түсініп қоясың ғой. Басқа артық әңгіме керек емес қой. Алматы маңызды қала ғой. Астанамыз болғанмен Астанаға бізден қанша? 2 ма 3 пойыз қатынайды да. Алматыға енді айта алмаймын енді. 7 ма 6 ма пойыз қатынайтын шығар. Шымкентке енді 10-нан көп енді. Көп пойыздар Шымкент жақпен жүреді. Алматыға біраз пойыз қатынайды. Аз құрам жүрейін деп отыр. Осы нақтып қойсың Алматының маңызды екен. Сосын ғой жұрттың бәрі Алматыға кеткісі келеді. Алматыда оқимын, Алматыда өмір сүремін деп. Мен де соң біреумін деп қояйын. Ал жолдарыңыз болсын. Ал барлықтарынан жалын сәлем. Осы пойыздағы барлық жандар, осы пойыздың қызметкерлері, машинист ағалар, барлық жолаушылар, сіздерге тек сәт сапар тілеймін. Жолдарыңыз болсын. Ал аман есен діттеген жерлеріңізге жетіңіздер. Ал видеомыз осымен тәмам. Сіздермен бірге болған мен Айдос, сол баяғы Айдос. Видеоны қолдап кетуді ұмытпаймыз. Лайк, комментарий, колокольчик деп қояйын. Өз пікірлеріңізді жазыңыздар және өз қалаған пойыздарыңызды сұраңыздар. Мен қалаған пойыздарыңызды сүріп берем. Және өз пікірімді, өз бағамды айтам. Пойыздың билет бағасын бүгін көрсетемадым, кешіріңіздер. Енді күн өте суық, оны көрсетіп тұратындай мүмкіндік болмады. Бірақ видеоның түсіндірмесінде, яғни описаниеда мен барлық ақпаратты айтам. Станцияларға шейін келтірем. Ал жолдарыңыз болсын. Сіздерге де тек амандық тілеймін. Жолы кейін жүріңіздер. Осындай суық ауа райында жолға шығатын болсаңыздар, пойызбен қатынаңыздар. Сіздерге бұл менің атымнан кеңес. Ал жақсы. Жолдарыңыз болсын.